Бұл сабағымызда методтар және функциялар туралы көретін боламыз сабағымызда. Ctrl+B-мен жақсы жауап қояйын. Біз алдыңғы сабақтарда методтардың бірнеше түрін көрдік, белгілі бір мақсаттарға арналған жазылған код блоктары. Мысалыға list тең деп, мысал ішінде 1, 2, 3 деген сандарымыз болсын. Осыған енді методтардың алдыңғы сабақтарда листтердің методтарын көрген болдым. Енді соған бір мысал келтіріп жатырмын. List точка деген кезде, мына жерде бірнеше бізде нелер шығатын еді, методтар шығатын еді. Append, clear, copy, count, extend, index, insert. Яғни append белгілі бір мақсат. Яғни оның ішіне мысалға appendті жазып, методты шақырамыз, оның ішіне мысалға 3 дегенді 4 дегенді беретін болсақ, экранға print list деп жаздыртатын болсақ, Ctrl+Shift тырнақша class python methods.py деп создавать еттім файлды. 1, 2, 3, 4 деді. Яғни 4 деген санды методқа метод қолдану арқылы кестемізге, массивімізге бір элемент қостырдық. Сол сияқты көптеген методтар бар еді. Мысалы, clear өшіреді полный, copy жаңасын копия жасайды, count санайды ішінде қанша бар екен, extend, index, енді барлығы бір белгілі бір мақсаттарға арналған бір не дейміз, функция деп айтсақ та болады жалпы. Функция бұл белгілі бір мақсаттарды орындау үшін бізге керек болады. Мысалға remove деп екіні таңдап экранға жаздыртатын болсақ, бізде 1 мен 3-ті ғана қалдырады, яғни екіні өшіреді. Дәл осылай бұл Pythonда өзінде орнатылған кезде өзімен бірге келетін кодтар бұлар. Өйткені методтар, енді алдында айттық қой, Python бағдарламалау тілінде барлығы дайын, басқалардың жазылуы арқылы дедік, кітапханаға бай дедік. Осы кітапханалардың бірі осы методтар. Енді бұлардың тайптарын көрейік, типін көрейік. Қандай болады? Мысалы, листтің типі жаздыртайық экранға. Бізде класс деп айтылады. Барлық нәрсені класс деп, лист типіндегі, яғни лист бізде массив деп қабылдасақ болады. Массив типіндегі класс. Яғни бұлардың барлығы белгілі бір класстарға тән болғаннан кейін осындай жазылады. Енді мысалға барлық string деп my name is Мұртаза. Мысалға, мынандай string типінде біздің классымыз болады. Оны қалай білеміз? Оны print type str. Мына жерде біз str'дің класстың екінші түрі бар. Ол string типіндегі класс. Мынау list типіндегі класс деген сияқты. Алдағы уақыттарда класс деген сабақты өтетін боламыз. Ол классты создавать еткен кезде, яғни біз класстың ішіндегі методтарды өзіміз жазатын боламыз. Сол класстағы методтарды қолданамыз, шақырамыз, и оның блоктарын, код блоктарын өзіміз жазатын боламыз алдағы уақытта. Енді белгілі бір функцияны орындайтын код блоктары жалпы методтар дегеніміз. Енді оны біз алдында сабақтарда көріп жатсыздар, точканы басқан кезде функцияның аты шығады. Енді сол сияқты функциялар бар. Екіншісі, бұл да белгілі бір мақсаттарға арналған код блогы. Енді бұл туралы, функциялар туралы келесі сабағымызда толығырақ түсіндіретін боламын. Келесі сабақта кездескенше.